Қазақ қасиетті адамдардың өзіне тән түйесі болады, ол сол адамға келетін жақсылық пен жамандықты болжайды деп есептеген. Асан қайғының желмаясы, Абылай ханның ақ атаны, Қабанбайдың Ақбас атаны туралы айтылатын тамаша аңыздар соның айғағы. Бұған дәлел шамамен 8 ғасырдың басында өткен Дүлдүл жырау, Күй атасы, Сәуегей болжампаз, Қорқыт атаның мініс көлігі болып, ажалдан адамзатты арашалау жолында жел маясына мініп алып, әлемді шарлаған айтылса, ойшыл философ Асан қайғы Сәбит ұлы да, елім деп еңіреп, жер ұйғыз деп, жел маясын желдіртіп өткені, бүгінгі жеткен құнды тарих көзі. Түйе қазақ халқының жүгартар көлігі ғана емес, кеше өткен алып батырларының, би шешендерінің сенімді серігі де болған. Күй атасы Қорқыт пен жер ұйғыз деп әлемді кезген Асан қайғы жыраудың желмаясы, Райымбек батырдың ақ бурасы, Қабанбай батырдың Ақбас атаны сияқты аңыздар бізге содан жеткен. Жүнгі жеріндегі Қабанбай өткелі, Қабанбай шоқысы сияқты жер аттары Баһадүр батырдың біздегі жорық іздерінің дерегі болатын. Сондай бір аңыздардың үзігі осы Майлытауының бөктерінен басталады. Дерек көзінде Қабанбай батыр саптастарымен бірге Барлық тауының оңтүстігіндегі Қызыл тұз көлінен тұз артып, Майлытауының осы тұсына келгенде қатты нөсер жауып, Ақбас атаны тайып жығылып, белі үзіліп өледі. Ұзақ жылғы сенімді серігі досындай болып кеткен Ақбас атанды Қабанбай батыр адамша арулап жерлеп, басын мынау қия жартастың бетіндегі бүркіт ұя салған үңгірге қояды. Барлық тауынан басталып, Алакөлге құятын Теректі өзенінің осы тұсы содан бастап Түйебас аталған. Сол кезде желмаяның шөл мен аштыққа, ыстық пен суыққа, ұзақ жүріске төзімді болудай ерекшелігінің арқасында, мал шаруашылығын негіз еткен халықтың жүгартар көлігі ғана емес, елін қорғап, баяшат тұрмыс кешіруді ойлаған, ел үшін туған жандардың сенімді серігі, мініс көлігі болды. Тума ерекшелігімен қара жердің қайығы аталуы да содан. Ақтабан шұбырынды сынды зар заманда, қара таудың басынан көш келеді, көш сайын бір тайлақ бос келеді деп, басынан кешірген мұң мен зарын елмай сынды әуенге кестелеп, көшкенде атанына жүгін артып, тайлағына ұрпағын мінгізген халықтың қуанышы мен қайғысында әрдайым бірге жүретін түйе түлігі. Ертедегі ауыз әдебиетінің қай парағын ашсаңыз да мен мұндалап тұрады. О кездегі көлік қазіргідей моторлы көлік емес, о кездегі ең ұшқары көлік ат пен түйе болған. Кім ат пен түйенің иесі болса, сол ең дамыған, ең мәдениетті таратушы, информацияны жеткізуші, мәдениет пен тарихтың дәнекері болушы халыққа айланған. Сол кезде Еуразия даласындағы сақтар бұл түйеменен жылқыға бай болған. Батыс жақтағы Еуропаға, батыс оңтүстік жақтағы Қосөзенге, одан ары қарай Еуропаға, Египетке, одан Рим, Грекке, одан сәл шығысқа қарай мына Үнді өзені алабына, одан шығысқа Сарыөзен бойына шейінгі мына үлкен өркениет бесіктеріне ең алғаш мәдениеттің ұшқындарын жеткізген, сол мәдениеттердің қалыптасуына, дамуына үлкен түрткі болған. Қаранар жүк көтермес бел кеткен соң, кең жайлау құлазиды ел кеткен соң деген жыр жолдары белі кеткен нары мен елі кеткен жайлаудың аянышты халын көз алдыңызға әкеледі. Сөйтіп, нар өлген жерде жүк қалар деген мақалмен тиянақтайды. Біздің шаңырағымызды, біздің ақ ордамызды, біздің арманымызды арқалап, бізбен бірге талай асудасқан осы жануарлардың ішіндегі түлік түйе. Атты мінсек, түйені жетектеп жүрдік. Түйеге өлсек сүйегімізді, тірі болсақ жүгімізді арттық.
сондықтан түйе жануарына, түйе түлігіне қазақ халқы риза. Бұл қазақ халқының өзінің тағдырымен біте қайнасқан малдың бірі деп есептеймін.